Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай түрі әдемі болып шығатын астындағы бисквиті мақ қосып жасалынатын өте биік, дәмді болып шығатын торттың, бюджетный торттың рецептісін көрсететін боламын. Видеоны асықпай, міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып саламыз. Сіздердің ыдыстарыңыз құрғақ болуы міндетті. Себебі біз қазір миксерді пайдаланған кезде, егер кішкене су болып қалып жатса, біздің жұмыртқаларымыз жақсы күйде көпірмейтін болады. Оның үстінен қантты салып, миксердің жай жылдамдығынан бастай отыра миксерлейміз. Біздің жұмыртқаларымыз ағарып, осылай екі еселеніп көпіргенге дейін миксерлейтін боламыз. Одан кейін оның үстінен ұнға разрыхлителімізді осы алдын ала араластырып алып, міндетті түрде ситаның көмегімен өткізіп саламыз. Одан кейін оның үстінен макты салып, тағы да бір рет миксерлеп жіберетін боламыз. Ендігі кезекте үстіне 80 грамм кефирді құямыз, және де сұйық майды салып, осылай силиконды лопатаның көмегімен араластырып аламыз. Оның үстіне бізге бір штук апельсин қажет болады. Апельсиннің сыртын үккіштің көмегімен өткіземіз, яғни бізге апельсин цедра қажет болады. Сыртындағы қабығын осылай жақсылап өткізіп аламыз. Енді сол апельсинді екіге бөліп аламыз. Жарты бөлігінің суын осылай сығып, біздің массаға құямыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Кішкене артық 10-20 граммдай ұн қоссаңыздар болады. Себебі осы суды қосқаннан кейін апельсиннің суын бізде массамыз кішкене сұйықтау болып қалуы мүмкін. Міне бізде лопатаның көмегімен араластырған кезде осылай қоймалжың масса шығу керек. Кез келген форманы дайындап аламыз. 4 бұрышты болғаны жақсы. Жаңағыдай әсемдеген кезде өте әдемі көрінетін болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Біз енді пропитка жасайтын боламыз. Ол үшін 150 грамм қантқа 200 грамм суды құйып, қант ерігенше баяу отта жақсылап қайнататын боламыз. Пропиткамыз дайын болған кезде газдың астын өшіріп, бөлме температурасында суытып қоямыз. Және бетіндегі крем үшін 250 грамм сливки мен 100 грамм қантты жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Міне біздің пирогымыз пісіп дайын болып шықты. Шпажканы тығып көрген кезде осылай құрғақ болып шығуы керек. Осылай 3-4 жерін шпажканың көмегімен тесемізде біздің пропитканың суын қосамыз. Мен қатты влажный пирогты ұнатпайтын болғандықтан барлығын қосқан жоқпын, тек жарты бөлігін қостым. Егер де сіздер сондай влажный пирогты ұнататын болсаңыздар, барлық пропитканы бөліп-бөліп құйып жіберсеңіздер болады. Міне пропиткамыздың барлығы сіңіп кеткеннен кейін бетіне кремді әдемілеп жағып аламыз. Барлық жеріне біркелкі тегістей ететіндей етіп, одан кейін пышақтың көмегімен шамамен көз мөлшерімен кесемізде осылай клубникамен мен әсемдеп қойдым. Клубникаларымызды екіге бөліп, жүрек тәріздес етіп, әдемі көрініс болу үшін осылай қойып шықтым. Бірақ та бұл міндетті емес. Клубникасыз да дәл осылай бетіндегі креммен дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, менің парақшамның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді немесе сұрақтарыңызды жаза кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің әрбір жазған комментарийларыңыз, әрбір басқан лайктарыңыз мен үшін өте маңызды. Қыздар, дәл қазір нағыз пикниктің сезоны, сондықтан дәл осы пирогты жасап, пикникке шығып, дастархандарыңызға қойып, әдемі фотосессия жасасаңыздар, дастархандарыңыздың сәнін ашады, өте әдемі болып тұрады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен болған арайлым.